Шымқалада егістер марафоны жобасы жалғасын табуда. Бұл жолы еріктілер Нұрсат аллеясында тазалық жұмыстарын жүргізді. Тақырыпта тілші тарқатады. Сабина Нұрханқызы қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады. Еріктілікпен айналысып жүргеніне 3 жылдан астам уақыт болыпты. Қаланы көркейтуге өз үлесімді қосқым келеді дейді жас өрен. Бүгін Шымкент қаласында қаламыздың ерікті жастарымен бірге Нұрсат аллеясында тазалық жұмысын жүргізіп жатыр. Бұл тазалық жұмысының мақсаты қаламызды таза ұстау, экологияны тазалау. Яғни қазіргі көптеген жастар, үлкендер, кісілер бізде жаңадан соғылып жатқан аллеяларда тазалық сақтау ережесін дұрыс ұстамайды. Сондықтан біз қаламызды таза ұстауға және де әрқашан өзімізді қаламызды көркейтуге шақырамын. Шаһардың көркін келтіретін орталық көше мен алаң, саябақтар мен аллеялар, серуендеген халық демалыс орындарында көп уақыт өткізеді. Сондықтан бұл жерлердің тазалығы өте маңызды. Тазалық мәдениет, тәрбие белгісі. Әр азаматтың парызы деп түсіну керек дейді сенбілікке қатысқандар. Таза Қазақстан Республикалық экологиялық акциясы президентіміздің бастамасымен осыдан бірқатар уақыт бұрын басталған болатын. Экологиялық апталық әр өңірлерде өз жалғасын тұрғылықты тиянақты жалғасын табуда. Дәл осындай Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Қаратау ауданы, Нұрсат мөлтек ауданы, Нұрсат аллеясында ерікті жастардың, белсенді жастардың қатысуымен егістер марафоны атты жобасы аясында экологиялық апталықта тазалық жұмыстары қарқынды жүруде. Барша осы Шымкент қаласының жастарын, тұрғындарын қаламыздың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, елімізді, жерімізді таза ұстауға шақырамын. Мен жастар ресурс орталығында жұмыс жасаймын. Жұмыс жасап келгеніме 2 жыл болды. Осы жұмысқа кіргелі біз осы Шымкент қаласының тазалығын қолға алдық. Волонтерларды 20 шақты волонтер жинап, осы тазалық апта сайын істеп жатырмыз қазіргі уақытта. Бұдан алдын Таза Қазақстан акциясы бойынша да жұмыс жасаған болатынбыз. Қазіргі уақытта да апта сайын осылай волонтерлар жинап, Шымкент қаласының тазалығын ұстауға біз бекініп жұмыс жасап жатырмыз. Өз қаламыздан таза ұстаймыз. Дүниедегі тіршілік атаулының өмір сүретін мекені қоршаған орта. Сондықтан қоршаған ортаны, яғни табиғатты қорғау баршаға ортақ міндет. Экологиялық апталық аясында игі жұмыстар жалғасын тауып жатыр. Аружан Самитин, Антон Семенов, Бақытжан Рысбеков, Әділет ақпарат.